Біз бүгін мұғалімдік мамандықтың мінберінде атты айдарында мектептің қайнаған өмірінен бір үзік сәтті түсірмекпіз. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі ұстаз Бұқар Амангелді Оразұлы. Оразұлы 1975 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Сарысу ауылында туған. 1992 жылы Жезқазған училищесін бітіріп, 1997 жылы Өмірхан Байқоңыров атындағы университеттің филология факультетін бітірген. Еңбек жолын 1994 жылы нөмірі 27 Қазақ орта мектебінде бастады. 1998 жылдан Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияда қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып қызмет етеді. Қазақстан Республикасының филологтарының тұңғыш съезінің делегаты Бұқар Аман Оразұлы, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасының, облыстық білім басқармасының құрмет грамоталарының иегері, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері. Аман Оразович – это учитель-новатор, учитель-актер, учитель-режиссер, учитель-исследователь. Почему я так говорю? Потому что действительно вот эти все качества, которые я перечислила, в нем есть. Первая встреча с Аманом Оразовичем у нас была тогда, когда мы работали в 27-й школе. Тогда он был практикантом, учителем начальных классов. Со временем, когда открылась гимназия, мы пригласили его как учителя казахского языка и литературы. С того периода Аман Оразович работает учителем казахского языка и литературы. Но те качества, которые были сказаны, есть в нем, и эти качества он старается проявить в своих учениках. Он еще и поэт. Он сам сочиняет, у него дети сочиняют, то есть собственные дети. У нас обучались его 2 сына, которые тоже учатся на сегодняшний день. Я знаю, что один из них будет журналистом. Аман Оразович к каждой вещи относится очень скрупулезно, творчески. Он любому уроку готовится как к новому открытому уроку. У него не бывает просто так уроки, а все уроки, которые он преподает, если, например, сегодня 6 уроков, все эти 6 уроков являются открытыми. Потому что одно наслаждение сидеть на его уроке. Что-то для себя ты находишь, что-то такое, которое затрагивает твою душу. И каждый урок имеет смысл в воспитании личности. И не бывает у него дела, которое можно оставить на завтра. Все считает он необходимым, и каждая вещь для него ценна. И, наверное, вот эти ценности и принципы, которые он ставит перед учащимися, перед коллегами, он в первую очередь ставит перед собой.
атындағы гимназияның ұстазы Аман Оразылынан сұхбат алуға келе жатырмыз. Мамандықты сөз еткенде халық жазушысы Есенжановтың дүниеде өлмейтін нәрсе ұстаздық. Ұстаз болу үшін білім керек. Білімі бар кісі ғана сабақ беріп, шәкірт ұстай алады. Ал шәкірті бар кісінің ісі өлмек емес деген сөзі еріксіз еске түседі. Ұстаздық мамандықты таңдауыңызға жалпы не түрткі болды? Жақсы. Мен негізі Ұлытау ауданының Сарысу ауылында оқыдым. Сондағы негізгі мектепті бітірдім. Ауылда өстік, ауылдың ақсақалдарының қолына су құйып өстік. Ол кезде ақсақалдар молда бол дейтін. Молда дегені бүгінгі мұғалім. Біріншіден. Екіншіден, сол мектепте оқып жүрген кезімде менің де бастауыш сыныпта оқыған Қазыкүл апай деген тамаша мұғалім болды. Ербол деген кісі болды. Сәруар деген кісі. Міне осы кісілердің еңбек жолына, мұғалімдік жолына мені қатты қызықтырды. Міне мұғалімдік жолға мен жалпы осы үлкендердің жаңағы молда бол дейтін ақ тілегі, алғысы қабыл болған шығар. Жалпы мен өзім осы кішкентай кезімнен бастап мұғалімдік мамандықты ұнаттым. Мен сол себепті де мұғалімдікті таңдадым. Одан кейін де міне бір емес осы мұғалімдік екі оқуды оқыдым. Бірінші жаңағы сол кездегі педагогикалық училище, екінші қазір Жезқазған университетін оқыдым, соның филология факультетін. Сондықтан міне бір мұғалімдік білімді кейіннен тереңдетіп, жоғары біліммен қайтадан жалғастыру, осының барлығы менің мұғалімге деген кездейсоқ келмегенімді, үлкен дайындықпен келгенімді байқатса керек. Мұғалім мамандығы қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін мамандық. Жасыратыны жоқ. Бүгінгі таңдағы жастардың көбісі мұғалім бола қойғысы келмейді. Неге? Өз шәкірттеріңіздің арасынан сіздің жолыңызды жалғастырып мұғалім болам деген тілектер бар ма? Біріншіден, шынында да қазір өздеріңіз білесіздер, жастардың мұғалім болуға деген ұсынысы аз, оған енді әртүрлі себептер бар. Енді қарап отырсаңдар, қазіргі мына нарықтық қатынас заманы ғой, сондықтан мұғалімнің бірінші жұрт қалтасына қарайды, мұғалімнің табысына қарайды. Екінші, бүгінгі мына қоғамда мұғалімнің беделі туралы неше түрлі пікірлер бар. Енді оған да себеп болған жағдайлар бар, әртүрлі білесіңдер, қағазбастылық дейміз, тағы басқа мұғалімнің өзінің таза мұғалімдік жұмысынан басқа да қоғамның толып жатқан жұмыстары мұғалімнің есімімен байланысты өтіп жатады. Сондай-ақ қазіргі мына бала оқыту мәселесінде, білім саласында да кейбір аумалы төкпелі дағдарыстар болды білімде де. Қазір ғана біз дұрыс жолға түсіп келе жатырмыз дегенмен осының барлығы белгілі бір дәрежеде әсер етті ғой деп ойлаймын. Одан кейін мынау нарықтық қатынастар заманы болғаннан кейін заманның сұранысына байланысты әрине көбіне техникалық пәндерді балалар таңдап жатады. Ал енді екінші сұрағыңа келсем, жаңағы өзінің шәкірттеріңнен, ұрпақтарыңнан осындай мұғалімді жолға түсті ме дегенге мен айтар едім, бар. Біріншіден, менің оқушыларымның ішінде де осы мұғалімдік мамандықты таңдап, бір кезде алдымда отырған 11-ші класс бітіретін кезде де сіз сияқты мұғалім болсын деп кеткен балалар, мен ойлағам, кейіннен айнық балама жай айта салған ба деп. Мен қателесіппін, олар мұғалім болды, мұғалімдікті таңдадым. Мысалы қазір осы менде қазақ тілі мен олимпиадада үлкен жетістіктер көрсеткен Байгузиева Бибінұр мысалға Әл-Фараби атындағы университетте оқып жатыр, мұғалімдікте. Сол сияқты Оразалы Мөлдір сонда оқып жатыр. Өзімнің ұрпағыма келсем, мен үлкен ұлым досы мұғалімдік әкесінің жолын қуып, гуманитарлық және педагогика мамандығы бойынша Қарағандыда оқып жатыр, биыл бітіреді. Міне енді әрі қарай оқиды ғой, дегенмен осы мұғалімдік жолды таңдады. Мен енді осы мұғалімдік қиын, жаңағы өзің айтып жатсың, қызықшылығы мол деп, ол қай кезде де солай. Кез келген мұғалім мамандықтың өзінің қиындығы, қызықшылығы бар. Ең бастысы, жүрегінде оты бар, мұғалім болам деген, жаңағы кездейсоқ тесттің қорытындысымен емес, шын мұғалім болам деген бала, болашақ түлек, ол қиындықты жеңеді ғой деп ойлаймын. Сондықтан кез келген істің қиындығынан қашпаған, қайта сол қиындыққа төтеп берген балалар ертең мықты мұғалім болып жатады. Мен оны тәжірибе көрсетіп келе жатырмын. Халқымыз еңбек етсе міндет етсе жатады. Білуімше, сіз облыстық, республикалық байқауларға, тағы басқа шараларға қатысып жүресіз. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері медалінің иегерісіз. Осы жетістіктеріңізді тарқатып айтып берсеңіз. Енді жаңа өзің айтқандай, еңбек етсе міндет етсе дейді халқымыз. Сондықтан осы мұғалімдік мамандықты таңдағаннан кейін
мүмкіндігіміз болғанша қолымыздан келгенінше осы мұғалімдік мамандыққа жан тәнімізбен еңбек етеміз. Жаңағы өзің айтқандай жетістіктерге жетіп жатсам, оның барлығы осы еңбектің арқасында келді деп ойлаймын. 2004 жылы республикалық екінші панорамалық сабақтар конкурсы болды. Ол облыстық кезеңі болды, соның күзінде республикалық кезеңі болды. Міне осы кезеңде мен қатысып, Қарағанды облысының атынан бірінші орын алдым панорамалық сабақтар конкурсында. Сонда мені жаңағы білім министрінің орынбасары, вице-министр дейміз ғой, сол өз қолымен осы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкерге медальді табыстады. Мен бас жүлдені жеңіп алдым. Одан кейінде енді тұңғыш рет өткен республикалық филологтардың тұңғыш съезіне делегат болып қатыстым. Одан басқа әртүрлі форумдарға қатысып жүремін. Республикалық үздік педагог деген байқауға қатыстым, соның лауреаты атандым. Тағы басқа осы министрліктің, облыстық білім департаментінің грамоталарымен марапатталдым. Яғни оның барлығы мен ойлаймын осы еңбегімнің және менің осы үздік сүйікті шәкірттерімнің арқасы деймін. Міне осындай нәтижелер көрсеткен кезде ғана міне мен абырой атақ қуған емеспін. Сіз зор еңбек етсеңіз, керісінше абырой атақ сізге өз жүгіреді. Халқымыздың қыран түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне талмас талап сыйлайды деген нақылы бар. Шәкіртсіз ұстаз тұл дейміз. Шәкірттеріңіздің бағындырған белестер жайлы не айтар едіңіз? Мен қарап отырсам, міне биыл 2016 жылы 22 жыл мұғалімдік қызмет атқарған екем. Алғашқы еңбек жолымда 4 жылны қаламыздағы нөмір 27 қазақ орта мектебінде бастадым. Содан бері қарай міне 22 жылдың 18 жылын осы Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияда еңбек етіп келе жатырмын. Осы аралықта мен өзімнің шәкірттеріне сабақ берген, осы шығармашылыққа баулыған, енді шығармашылықтың түрлері көп қой, сахна өнеріне қатысып жатады балалар, көркем сөз оқуға қатысып жатады, шығарма, тағы басқа байқауларға қатысып, енді қала болса болмаса облыстық, республикалық, алды халықаралық жарыстарға да қатысты. Менің оқушым Ораз Бауыржан, әрі бала, осы Қанипа Бітібаева деген үлкен педагог мұғалім болған, Қазақстанның халық мұғалімі. Сол кісінің атында өзі халықаралық қазақ тілі мен әдебиетінен олимпиада ұйымдастырған, соған қатысып ол бірінші орын алды. Одан кейін республикалық деңгейде мынау Қазақ түрік лицейі ұйымдастыратын халықаралық катеп деген қоғамдық қор бар, соның ұйымдастыруымен бірнеше бала республикалық деңгейде орын алды, және олар республикалық деңгейде орын алған 11 сыныптың оқушыларына тегін грант беретіні Алматыдағы Сүлейман Демирел атындағы университетке. Міне соған менің 2 оқушым осы орын алып, 11 класса тегін оқып жатыр, грант. Біреуі міне биыл бітіреді журналистика факультеті бойынша. Одан кейін пән олимпиадасы бойынша қатысып, дарын дейтін арнайы сыйлықпен марапатталған. Республикалық Оралхан Бөкей атындағы оқуда да мен Жанатұлы Бейбіт деген оқушым қатысып, ол жерде жас ерекшелік шектелмейді, 16 мен 25-ің арасында оқушылар қатысты, 25 жас аралығында. Міне соның ішінде 10 сынып оқып жүрген кезде үздік шеберлігі үшін деген жаңағы сахналық қойылымы бар, ішінде мәнерлеп оқу бар, көркем сөз оқу бар, осының бәрінен жаңағы нәтижесі бойынша үздік шеберлігі үшін деген номинацияға ие болды. Қасым Аманжоловтың 100 жылдығына, мынау 2011 жылы өткен Қасым Аманжоловтың туған ауылында Қарқаралыда болды. Міне сонда да жаңағы Бейбіт қатысып, ашық аспан аясында өткен көркем сөз оқу сайысынан ол бала бірінші орын алды. Міне осындай айта берсе оқушыларым бар. Мен оқушыларымды мақтамаймын, осы оқушылармен мақтанамын. Болашақта осындай оқушыларым әлде де жалғаса береді осы жетістік марапат деп ойлаймын. Рахмет сендерге. Сұхбатыңызға көп рахмет. Аман Оразұлы бізге 5 сыныптан бастап қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәнін беріп жатыр. Және де осы біз 2 жылда Аман Оразұлынан көптеген білім, тәрбие, тәлім тәрбие алып отырық. Және де осы Аман Оразұлы әрқашанда өз ісіне адал, жауапты, дана адам деп ойлаймын. Аман Оразұлы әрбір сабақтарын әртүрлі тәсілмен үйретеді. Мысалға, бүгін топпен жұмыс істесек, келесі күні жеке жұмыс істейміз. Ал кейбір күндері жұппен де жұмыс істейміз.
Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі мұғалімдік мамандықтың мінберінде атты айдарында түсірілген бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.